Йоу, досым, видео бастамастан бұрын менің арнама осылай подписаться етіп, қасындағы колокольчикті бір сыйға қойып қояқсыз, достар, ол мен үшін үлкен мотивация. Ал үлкен мотивация менің күнде видео түсіруіме мүмкіндік береді. Ал басқан болсаңыздар, сіздерге көп рахмет. Ал мен видеомды бастаймын. Кеттік. Достар, сіздерге видео бастамастан бұрын Сиконың дизайн группасын ұсынамын. Достар, бұл жерде өте керемет сапалы тауарлар, және де бәрі сапалы болады. Енді бұдан алып кетіңіздер, достар. Бұл деген өте керемет қылып жасайды екен. Бәрін мынаны қараңыздар, превьюді қараңыздар. Просто да, достар, соска. Короче, енді міне осындай пиксельный ауа шапка бәрін жасайды. Сол үшін, достар, давайте осыған кіріп заказ алып кетейік, өкінбейсіздер. Яғни өте керемет тездетіп жасап беретін болады. Топовый бала. Ал алып кетіңіздер, алынше видеоға кеттік. Йоу, бәріңе сәлем достар, мен біргемен Тука, және де бүгінгі видеода біз деген МКП-шелердің қалай дамыған айтатын боламын, және де оны мен емес МКП-шелердің өздері айтатын болады. Сол үшін видеоны до конца қарап лайк басып отырайық. И сосын достар, сіздерге көп рахмет, соңғы күндері активный болып жүрсіздер, и сіздерге сол көп рахмет. И достар, солай короче, енді мен көп созбай видеоны бастайын, видеоға кеттік. Ал достар, біздің видеомыз басталды. Енді ең бірінші ютубер әрине ол МКП-нің атасы, қазіргі таңдағы ең мықты МКП-шелердің бірі деп айтсам болады. Ол әрине Онтик. Енді Онтиктің қалай дамығанын тыңдай беріңіздер. Йоу, ассалаумағалейкум Туканың подписчиктері және де көретін көрермендері. Менің есімім Онталап. Мен МКП-де Онтик атты лақапатпен танылған ютубермін. Енді мен онсай қатты мықты ютубермін деп те айта алмаймын, бірақ та МКП үшін барынша қолымнан келген нәрсенің бәрін жасауға тырысқан адаммын десем де артық айтпаймын. Так, Тукадан маған бір сообщение келді, өзің туралы қалай дамыдың, істеп дамыдың, сол туралы өзіңнің бір ой дура. Ладно, қысқаша өзің туралы айтып кет деп айтқан болатын. Жалпы мен МКП-ге келмей тұрып бір каналым болды, яғни ол Райли Плей деген, Райли қазақша ташер деген. Бірақ мен ол каналда онша дамымадым, маған жазыл, саған жазылдым, сен маған лайк бас, мен саған лайк басым деген сияқты бір сондай бір нәрсемен дамыған болатын. Ол каналды сатып жібердім, и одан кейін бір жылдан кейін мен 2019-ның желтоқсандарында вроде МКП-ге келе бастадым. Ол кезде МКП мықты дамып жатқан кездер болды. Шелзи бар, Зефрикс бар, Нейтрон бар, тағы да көптеген мықты ютуберлер болды. Солардың замандарында келдім, және келіп бірінші видеомды түсіріп, и одан сообществома реклама алдым. Кімнен, Нейтроннан ба біреуден алдым. Содан нормальный просмотр мен подписчик келді. И одан кейін жайлап 2-3 видео түсіре бастадым. МКП-де бір контенттер ойлап таптым. И сосын өзімнің өмірлерім туралы, менің машинаға қақып кетамын деген сияқты бір контенттер жасаған болатынмын. И міне одан кейін осылай жайлап күннен күнге әр видео сайын өзімнің превьюларымды, өзімнің монтаждау стильдерімді өзгерте бастадым. Және осылай МКП-де мені көбісі тани бастады. Сосын гарант болдым, идентификация жасап жүрдім, солай көптеген нәрселермен айналысып, осылай таңылдым десем де болады. Барлығына рахмет тыңдағандарыңызға. Ал достар, Онтиктің қалай дамығанын көрдіңіздер. Енді біз келесі МКП-шіге кеттігенше готе. Ал біздің келесі ютуберіміз ол қазіргі МКП-дегі ең көп подписчигі бар МКП-шілер, ол әрине SlimKZ. Ал SlimKZ-тің қалай дамығанын тыңдай беріңіздер. Бәріңе сәлем, сіздер, мен SlimKZ. Бүгінгі мен Туканың каналында қонақтамын. Бүгін Тука бізге не істепті, сұрақ қойыпты, қалай МКП-шілер ютубта дамыды деген. Ал соған жауап бере кетейін. Мен МКП-де басында, МКП-ге келгенде не істедім? Видеолар түсіре бастадым, потому что мен бұрынғы каналым болған, ода 200 подписчиктей болған. Содан кейін мен бір себептермен ол каналды жоғалтып алдым. Кейін біраз жылдан кейін мен МКП-ге келмей тұрғанда, короче, ол кезде мен Русчавада жүргем, басқа 12-ші версияда Magmadex деген серверде.
сөйтіп мен сол серверде ойнап жүрген соң мен бір ретте қазақ балалармен кинетика крафт деген серверға келдім. Сөйтіп мен сол жақта ютубты қалай дамуға болатынын соны ойластыра бастадым. Сөйтіп бір ретте сол жақта мен ютубтық карьерам басталды. Содан кейін мен сол Дәулет деген бір кедок баламен бір жылдай жұмыс істедім. Содан кейін онымен біз бөлісіп кеттік. Содан кейін мен өзім жолыммен бардым да дами бастадым. Видеолар сала бастадым, превьюлар жасай бастадым. Содан кейін мен басқа да ютуберлермен таныс болдым. Сөйтіп басқа да ютуберлермен танысып, дос болып, мысалы Онтик, сосын тағы да басқа балалар бар. Сико, содан кейін Тука Сен, содан кейін көптеген балалар бар. Каусар, ренжіп қалар жүрер ол. Содан кейін мен таныса бастағаннан кейін олармен пиар алдым. Сөйтіп пиар арқылы мен ютубта карьерім осы 9000 подписчикке мен келіп жетіп тұрмын. Тек қана талпыныспен мақсат қоя алсаңыздар болды. Мен сияқты танымалдыққа жетулеріңізге әбден мүмкін. Ал бәріңе удачи. Осымен мен интервьюімді аяқтаймын. Давайте. Ал достар, енді Слимнің затын көрген шығарсыздар, МКП қалай дамығанын. Енді біз келесі МКП-шерге кеттігенше гоуте. Ал бізде келесі МКП-шер ол әрине топовый пацан, ол әрине Бончик. Ал Бончиктің интервьюін тыңдай беріңіздер. Баршаларыңа ассалаумағалейкум, Туканың подписчиктері. Туканың каналына тіркеліп, лайк басып, қолдап поддержка беріп отырайық. Мынаяқта қойыпты, ютуберлер, то есть МКП-шылар қалай ютубта дамып, не істеп, өзінің несін шығарады, атағын шығарады депті. Ең бастысы, ең біріншісі ол өзіңе және Құдайға сүйену керек. Екіншісі, қасыңа жақын адамдарды табуың керексің, одан басқа сол, жақын адам, сосын үшінші каналының оформление дейтін, яғни ава, шапка, превью, скин, барлығын топ болуың керексің. Видео саласың ютубқа, кәдімгідей уайымдама, бір видео өтпей қалады, мақұл, бір видео 250 просмотр жинайтын шығар, бір видео 150 просмотр, мақұл 50 просмотр жинайтын шығар, бірақ келесі видео алда күтіп тұрған сен түсірген видеоның біреуі 1000 или 2, ұшады. Солға ең бастысы талмай еңбек ету керек, сынбау керек, керісінше саған келген сынақты сындырып тастау керек қой. Осымен менің айтарым бітті. Осылай даму керек. Достар, енді мына жерде Бончик енді дұрыс айтады. Ең бірінші өзіңе және Аллаға сенуің керексің, болмаса вообще дами алмайсың, достар. Сіздердің өздеріңізге сеніміңіз жоқ болса, онда сіздер вообще дами алмайсыздар. Солай, сосын мына жерде оформление дұрыс болу керек деген екен. Енді бұл да дұрыс. Көбісі қазіргі таңда МКП-шерлер оформлениеге қарап сіздің каналыңызға кіреді. Егер оформлениеңіз өте әдемі, сапалы болса, онда бәрі сіздің каналыңызға кіріп күнде қарап жүретін болады. Ал сіздер мысалға оформление жаман болады, мысалы алдарыңызға шығып тұр осы. Міне қазір осы баланың вообще активі 0 депсем болады. Және бұның видеосын көп адам көре бермейді. Сол үшін адамдар оформлениені топ қылу керек, болмаса болмайды. Енді солай, мына жерде дұрыс айтқан. Ал біз концовкаға кеттік. Ал достар, біздің видеомыз аяқталды. Енді сіздерде өздеріңіз көп уақыттық видео күткен шығарсыздар. Мінекей достар, мен осындай көп уақыттық видео шығардым. Енді бұл 9,5-10 минуттық видео шығардым. Мінекей. Енді менің арнамда вообще ондай көп уақыттық видеолар болмайды. Көбінесе 5 минуттан аспайды көбісі. Енді алдыңғы уақытта осындай видеолар көп шығатын болады. Всем давайте, пока-пока, чао. Достар, осы видеоға давайте 30 лайк кетейік.